Енді баяда біздің заманымызға келетін болса, біз енді мынау 90-шы жылдар мен одан 90-нан кейінгі тәуелсіз мемлекетімізді көріп келе жатырмыз. Осы екі жақты білеміз ғой. Біздің балалық шағымызда, жас кезімізде ол кездегі түсінік мүлдем басқа еді. Ол уақыттағы жаңа жыл маусымы, басқа бір жаңадай кезеңдер мүлдем басқа көріністе болған еді. Қазір қарасақ, жастардың Аллаға шүкір ойы, ұстанымы, сөздері мүлдем басқа. Жақсы жағын әрине. Сол үшін әрине біз өзіміздің жас шағымыздағымен салыстырғанда аспан мен жер деп айтуға да келеді да. Қазір күнде өздерінің секілді иманды, көзінде оты бар. Сондай бір жастар өсіп келе жатқанын көріп, көңіліміз қуанады. Өткенде басқа бір ұлттағы бір атамыз айтып жатыр осы жерде. Бір қонақ үйде болып қалғанбыз ғой. Сөйтіп жаңа ата бите бақылап жүреді екен де, біздің жастардың көп келгендігін көріп, риза болыпты. Сөйтіп жаңа ата сұрап, қазақсыңдар ма? Иә, қазақпыз. Ой, бәрекелді, сендерде жастар көп келеді екен. Бізде көбісі қария кісілер келеді ондай жаққа. Сендер көріп қатты қызықтым. Бойдақсың ба деп сұрады. Иә, бойдақпын ғой десе, менің мынандай бой жеткен әдемі қызым бар. Аласың ба деп ата риза болғаннан қызын беруге дайын болды дейді. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз, демек міне Аллаға шүкір, жанымыздағы көрші ұлттардың өзі қазақтың жастарына қызығып қарауы бұл Алланың берген баракаты, Алланың берген нығметі бұл, Аллаға шүкір. Міне жастарымыз Аллаға шүкір қазір күннен күнге күн санап құлшылық руханиятына, білімге, спортқа, мынау бизнес саласында күнделікті қарқынды қадамдарын көріп, Аллаға шүкір тілеулес болып, оларды айтып жырғып жүрген жеріміз бар. Жаңа жыл аясында, жалпы елде демалыс беріп мемлекетімізде сол жаңа жылды пайдаланып, қаншама жастар тобымен келіп жатыр да бізде. Біреу екеу емес, жалпы сондай қазір достар бірігіп, топтасып, осы жаңа жылда Кағбада тауапқа барып құлшылық қылайық деп, өткен жылдарда осындай болған болатын. Биыл қарасам, биыл саны одан әлде қайда жоғары. Жыл өткен сайын осы жастарымыз көбейіп, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп, соның кішкентай жұдырықтай жүректері осы Алланың қолшығына келіп соққанына мен дән риза.